12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз қымбатты көрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде түскі танымдық төрлетіңіз хабары, және оны тізгіндейтін мен Мырзағұл Мағжан. Биыл елімізде халықаралық ұлы дала жорығы 2025 марафон бәйгесі өтті. Марафон бәйге мамыр айының 9-14 жұлдыздар аралығында Алматы облысының аумағында ұлы жеңістің 80 жылдығына арнап ұйымдастырылған болатын. Жорықтың маршруты Қонаев қаласынан бастап алып, ұзақтығы 500 шақырымды құрады. Шабандоздар күніне 100 шақырымды еңсеріп бағындырды. Осы жылы өңірдің белді шабандоздары Мағжан Абдолұлы Ұлытау облысына және ару қызымыз Айтаңсық Әлеке қызы Шығыс Қазақстан облысы құрамасына өнер көрсетіп, көрермен көзайымы атанды. Ендеше әдетімізден жаңылмай, өлкеміздің шабандоздарын төрлетіңіздің төріне қонаққа шақырған болатынбыз. Мағжан және Айтаңсық, қош келдіңіздер. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй жақсы. Ал қалай барып келдіңдер? Содан бастайық. Ассалаумағалейкум. Көпшілік қалайсыздар, амансыздар ма? Осындай шақырып атқандарыңызға рахмет. Жақсы барып келдік. Сұранысқа ие болып сол басқа. Алдымен әңгіменің әлқиссасын өңірден бөлек, жалпы басқа облысқа шабандоз болып өнер көрсеттіңдер, осы туралы толық айта өтсеңдер. Енді осыған дейін Көкмойнақ командасында өнер көрсетіп жүрдім. 2023 жылдан бері жақсы нәтижелі орындарда болып, алдыңғы қатардан. Осы биылғы Көкмойнақ командасы командалық құрамы толық болғандықтан бізге басқа облыстан сұраныс келді. Ұлытау облысынан. Соған ақылдаса келе, өткен жылы Суын дейтін команданы құрап шыққан болатынбыз. Сол командаға жақсы еңбек сіңірген Жетісулық Абдуланов Алмас дейтін ағамыз шақырып, сонымен Бекенбаев Манап дейтін ағам бастап екеуміз бардық. Сол командаға. Сол жерден жақсылап ақылдасып, жорыққа бет бұрдық. Ал Айтаңсық, сөз тізгін өзіңде. Сәлеметсіздер ме, қош көрдік. Мен осы 2024-те Суын командасымен шықтым. Қыздар командасы, қыздардан құралған. Ол жерде енді бізді тренер... Жаттықтырушы. Жаттықтырушымыз өзіміздің Манап аға мен Сесен аға. Осы жылы енді бізде Маңғыстау әр облыс бойынша бір команда шығады дегендіктен бізде енді Суын командасы шыққан жоқ, тек қана Көкмойнақ командасы шықты. Бізде енді әр жақтан ұсыныстар келіп жатқандықтан бізде алдыңғы жылы осы 2024-те Суын командасын осы Шығыс Қазақстан өте құрметтеп бізді дастарханға шақырып үлкен ізет көрсетті. Енді сол кісілер шақырған соң мен қарсылық таныта жоқпын. Келісіп, осы Шығыс Қазақстан командасы бойынша өзім шықтым. Мағжан, сұрақ өзіңізге, жүлделі 3-ші орын алып команданы жеңіске жетелеген екенсің. Біз сен үшін қуаныштымыз. Дегенмен де облысыңнан бөлек Ұлытау облысы үшін шабандоз ретінде өнер көрсету қандай әсер қалдырды? Енді осыған дейін Көкмойнақ командасында өзіміздің жергілікті жердің адамдарымен бірге жұмыс жасағаннан кейін барлығы оңай. Одан кейін енді Ұлытау облысына барып, ол жақтың тәжірибесін алмасып, жақсы шауып өнер көрсеттік. Енді ол жерде жеңіске жету, басты мақсат жеңіске жету, ешкім қалам деп бармайды, ол жаққа озам деп барғаннан кейін тіл табысу басында енді бір-бірімізді ұғысу сәл қиынырақ болды. Олардың атты баптау мәнері бөлек, біздікі бөлек. Соны екі жақтан келістіріп, ұштастырып, ортасынан шықтық. Енді Ұлытаудың жігіттеріне мың алғыс, өстіп қолдап бізді де көтермелеп жатыр. Осындай дәрежеге жеткен бәрі бірге күштің арқасы деп. Енді тәжірибені жинадық деп айтамыз, сол жаққа барғанымыз. Қандай әсер қалдырды Айтаңсық саған? Шығыс Қазақстан облысының белді шабандоз аруының бірі болдың осы жылы. Енді жалпы осы Қазақстан бойынша енді жалғыз қыз болып шықтым ғой осы жылы. Алдыңғы жылы Томирис командасынан 4 қыз шықты, және де Суын командасы шықты дегенде, және басқа елдерден көп команда, қыздар командасы шықты. Осы жылы тек Татарстаннан қыздар командасы, сосын енді Қазақстан бойынша жалғыз өзім шықтым.
Қазақстанның құрметі өте андай жоғары дәрежеде болды да, өзімді бір қазақтың қызы ретінде өте жоғары деңгейде ұстадым. Жалпы шығыс Қазақстан өте андай құрметтеп осылай қарсы алды. Бәріне көп алғысын беремін. Осы жарыс кезінде ерекше есте қалған қандай жайттар болды, немесе осы ауа райының екі жақтың ауа райының екі түрлілігінен бе қандай әсер алдыңдар жалпы осы жорық бойынша есте қалған жайттарды айтып өтсеңіз? Жарыс кезінде енді бұл жолы дейтін бұрынғыға қарағанда әлдеқайда күн ысырақ болды. Және енді ұлы дала жорығы деп ат айтып тұр, ұлы далада өскеннен кейін нағыз азамат пен қазанатты тоғыстыратын бір жайт, керемет дүние ол жерде дейтін. Осы ұлы дала жорығы арқылы қаншама дос таптық, қаншама жігіттермен жан-жақты араласып жатыр. Ол жерде есте қалатын сол барлық жігіттер ана облыс пен мына облыс деп бөлмей, бәріміз бір қазақ болып, 70 сатымызды береді, біз де береміз көмек қол үшін созып. Әңгімемізді айтып, кешке жақын жаймен әнімізді де айтамыз, осы айтаңыз қарындасымыз жақсы домбырамен шырқап, сондай керемет есте қаларлық жайттар өте көп. Солардың бірі енді соңғы жағында бізде финалдық кездесу болады ғой, бәрім жарысат кезде. Бұрындар енді бас жағында кішкене бәрі бір-біріне қарсылас болатын еді. Осы жолы бір-біріне ақылын айтып, сен бейт былай шабайық біздер. Сіздердің мынандай минуттарыңыз қалды деп ақылдасып, ол бәрі бірлесіп атқаны сол достық қарым-қатынастың нығайып, жақсы болуы деп білем. Солар есте қаларлықтай. Одан бөлек енді мына тамақ ішу, кешке таман, кешкі ас дейді ғой. Сол жерде де бәріміз бірге ұйымшылдық. Бір облыстың адамы ұқсап, бір дастарханның басында керемет болды. Осы ұлы дала жорығы дейтін. Енді біраз адамды жақсылап, бір-бірімен достастырып, ұштастырып, осындай жобалар көбейсе, біздің қазақтың жігіттері алға қарай жүреді деп ойлаймын. Көрермен көзайымы атандыңыздар. Жалпы көрермен көзайымы атануыңызларыңыздың көптің аузында жүрдіңіздер, халықтың аузында, көптің пікірінде. Сосын сыры неде деп ойлайсыздар өздеріңіздің тараптан? Енді көрермен көзайымы атанғанда біздер осы шабандоздық болғаннан кейін ешкімді бөліп жармаймыз бірге. Кім қандай ұсыныс тастайды, соған келісіп шаба береміз. Ол жерде баршасы қолдап жатыр. Қолдап татқандар бар, даттап та жатқан жігіттер бар. Оны ар жағын ешкім түсініп атқан жоқ, бәрі әдемі. Енді көрермен көзайымы болғанымызға қуаныштымыз осыған дейін. Қолдап Маңғыстаудың жігіттері қаншама, Ұлытау бар, басқа облыстар бар. Келттік, ой, Мағжан, сіз ба, айтаңыз қарындасымыз бар екен, мына жақтан жалғыз қыз деп. Қолдап атқан жандарға баршасына рахмет. Айтаңыз, өзіңнің көпшіліктің назарын аудару сырымен бөлісе кетсең. Жалпы енді көп жерде бізде енді даттап жатқандар көп қой, қолдап жатқандардан гөрі, себебі енді басқа жақтан шықтың, неге басқа жақтан шықтың, неге Маңғыстаудан шықпайсың деген сияқты. Негізі бұл жерде тек қана Маңғыстаудан шыға беру дұрыс емес деп ойлаймын, себебі енді біз тек Маңғыстаудың емес, біз қазақтың азаматшасымыз да. Біз қазақты біз Кабардинен емес, біз Татарстаннан шығып жатқан жоқ, біз Қазақстан бойынша шығып жатыр. Бұл жолы жарыс өзгерек болды, яғни айтқанда халықаралық ұлы дала жорығы. Бұл жерде біздер енді осы Маңғыстаудың, Шығыс Қазақстанның, Ұлытау облысының намысын қорғау үшін барған жоқпыз. Былайынша айтқанда, күллі қазақтың намысын қорғап жүрміз ғой. Сондай мен көрермен көзайымы демекші сол. Айтып жатыр ғой, біреуді аттайды, біреуі аттайды. Бір ұл туса, оны қауатын екі ит туады дейді. Қазақна бір-бірімізді көре алмайтын емес, бір-бірімізді көрмесек тұра алмайтын жігіттер көбейген жақсы. Өте керемет. 500 километр, 500 шақырымды еңсеру қиын емес пе? Енді біздер, мен үйреніп кеттім осыған дейін. 500 километр күніне. Себебі түске дейін 100 километр өтеді, түстен кейін 100 шақырым. Оның енді ондай түкте қиындығы жоқ, себебі ортада суаттар болады, соған соғамыз. Сосын жан-жақтан еріп жүрген машиналар бар, камералар бар, соның бәрі табиғат. Біз енді Маңғыстау кең дала ғой. Ар жақта үлкен табиғат, судың ортасымен өтетін жерлерде болады, орманның ішімен де жүретін болады.
сол арқылы сосын қасымызда басқа басқұлттың шабандоздары, басқа облыстың шабандоздары, солармен әңгімелесіп отыра, атымыздың жағдайын қарай отыра, сөйтіп көңіл күймен жетіп аламыз елуді. Одан кейін елуде түскі ас ішеміз, атымызды қараймыз, тағы өзінің жасайтын заттарын жасап, массаждарын, бойларына дәрі-дәрмектерін беріп, одан кейін екінші елуге шығамыз. Сөйтіп көңіл күймен келіп жетеміз. Кешке тағы сөйтіп барша енді баяғы ата-бабаларымыздың жолымен жүр ғой. Ата-бабаларымыз енді күнде 100 емес 200-300 шақырымдап жүрген ғой. Енді оның қасында біздің жүргеніміз тым емес деп ойлаймын. 500 шақырым әдемі керемет. Шаршамай өттік. Оны біз жүрік, оның қасында мына қарындасымыз айтаңсық еңсермей өтіп кетті 500 шақырымды. Өте керемет, сөзіңнің өзінің зор мағынасы бар. Жалпы дегенменде осы былтырғы алдыңғы жылғы осы басқа да жорықтарға қарағанда биылғы жорық өзгеше болды. Күннің ыссы тұстары болды деп өзің айтып жаттың, табиғаттың осындай тосын байланысты. Ал осы бұрынғы шапқан өздеріңнің сәйгүліктеріңмен үстіне қонған, биылғы осы өздерің өнер көрсеткен сәйгүліктердің айырмашылықтары қандай болды? Биылғы енді бұрыннан шауып жүрген сәйгүліктеріміз өзіміздің жергілікті жердің адайдың тұлпарлары. Несімен ерекше? Адай тұлпарлары. Адай тұлпары енді біз 100 километр шауып келеміз ғой. Жаңа қалыпқа келтіру дейді, восстановление. Сразу жасайды, тез жасайды өздері. Сосын және кешке бір 2 сағат болса ол тынығып, ары қарай өзі ашылып тұрады аттарымыз. Енді бұл жақта дейтін, бұл жақтың тұлпарлары бір ерекшелігі болар, ірі денелі. Содан болар мүмкін кішкене қалыпқа келуі жай келеді. Оны жаңағы қосымша дәрі-дәрмектермен. Енді ата-бабаларымыз айтып кеткендей осы адайдың жылқысы мықты болып тұр ғой, қанша дегенмен. Жақсы жерлерін көрсетті. Осыған дейінгі өзің өнер көрсеткен тұлпарлар, яғни айтқанда осы өңірдің жылқылары. Өңірдің жылқылары. Мен жоғары жақта ол Жетісу өңірінің жылқылары. Ұлытау облысының атынан шығып атқан. Ең алғаш осы Шағырай торы деген тұлпармен рекорд қойған екенсің, 1300 шақырымды еңсеріп. Былтырғы жылы көшпенділер ойында 500 шақырымда Мыңал құла деген тұлпармен еңсерген екенсің. Биыл қандай тұлпарға міндің, сонда аты қалай? Биыл Құлсары деген тұлпармен. Неліктен Құлсары? Еді өзінің түрі түсі сары. Мен барып Гүлсары деп ойладым, мен маған берді оны. Жоқ, бұл Құлсары деп. Себебі өзі жаңағындай жуас, енді бая құл деп айтады ғой, соған барлық қызмет атқарады екен ол жерде. Осы жорыққа дейінде неше түрлі қой кезек, болама, жылқыға, шаруаға, бәріне мініп төселген жылқы, яғни 500 шақырымды өтеді, Мағжан осы саған лайықтат, өзің таңдап ал деді, 5 атты көрсетіп. Сосын қаратты, бірақ главный сен осы атты таңдағаның жөн деп, сол Құлсарыны мінгізді. Яғни ең сенімді атын өзіңе тапсырды. Айтаңыз осы сұрақ турасында? Жалпы енді аттарды салыстыруға келмейді, енді салыстыруға да тіптен менің құқығым жоқ деп ойлаймын. Себебі енді әр жақтың өзінің баптауы, өзінің үйретуі әртүрлі ғой. Бізде Маңғыстау басқаша үйретеді, Шығыс Қазақстан басқаша үйретеді. Енді Маңғыстаудың жылқылары көбіне енді кішкентай аласа болып келеді, ал басқа өңірден именно осы біздің кешегі Шығыс Қазақстанның аттары бойшаң болып келді. Және де енді тіптен салыстыруға келмейді. Енді әрқайсының үйретуі әртүрлі, әр бір-бірінен озат, ешқайсысын енді біреуі бөліп жария алмаса. Бөліп жаруға тіптен келмейді. Былтырғы осы көшпенділер ойынында өзің бақ сынаған екенсің. Ол тұлпар туралы айта кетсең. Былтыр енді Бозашы деген жүйрікпен шаптым. Естай ағаның аты. Енді ол өзім сияқты кішкентай ат. Төзімді, өзім енді салмағым жеңіл болғандықтан, енді атыма да ондай қатты ауыр түспеді. Басқа аттарда енді бізде көбіне асфальтпен, жолдың үстімен жүргендіктен бізде таға түсіп жатты бәрінің аттардың, барлық аттың. Бірақ енді аттың үстіндегі адамға да әсер етеді ғой. Адам жеңіл болғандықтан аттың да тағасы түспей біразға дейін осы 500-ді толыққанды тағаны ауыстырмай өткізіп шықтық осы Бозашымен. Мені жерге тастамай соңына дейін 500-ге дейін алып келген.
Сөзге тиек етейік, жаңада осы қиыншылықтарды айтып жатсың, осы аттың тағасы түседі ұзақ жолда шыдамай. Осы секілді қандай қиындықтар кездеседі? Жалпы аттың қиындығы, ол шабандоздың қиындығы бір бөлек, және де аттың иесінің қиындығы бір бөлек, аттың бапкерінің қиындығы бір бөлек деп айтып жатады осы турасында. Бұл жерде ең қиын нәрсе осы 500 шақырымға дайындалып арнайы барғаннан кейін басталар сәттен бастап атың бір жараланып қалса, сол жер қиын сәт болады. Менің шапқан атым Құлсары бірінші күннен аяқтағаннан кейін артқы аяғын жырып алды. Содан бастап қорқыныш, бір жағынан енді халыққа білдіртпей күле қарап жоқ қой. Кешке түнде ана аяғы іскеннен кейін уайым басталады. Мына тұлпар мені жеткізе ала ма екен деп, сонымен тұлпарға қарап, жануар тұлпарсың ғой енді, аяғына дейін жеткізіп бер деп, түнімен массажын жасап, жаңағы ісігін қайтарып, өзінің дәрілерін салып, арнайы майыздарын жағып, сондай қиындықтар болады. Одан бөлек, енді осы жолда асфальт болды ғой. Сол асфальттың үстімен шауып, ода қиынға соқты. Себебі тағаларымыз ұшты, және осы кішкене қатты жылдам, бізден көрі сәл қаттырақ жылдамдықпен осы айтаңсықтар жақсы шапты. Осы команданың тағалары қаттырақ ұшты да бізден көрі. Бізде 200 басыңғы 100 километрде негізі жолдың егімен шауып кішкене оңай болған. Бірақ содан кейінгі 200 километр толыққанда асфальттың үстімен шауға тура келді. Себебі асфальттың егі полный андай кішкентай майда тастар ғой. Оның үстімен шауатын болсақ, аттың енді тағасына кіріп, тағы болмайды. Сол үшін асфальттың үстімен түстік. Бізде таңертеңнен обедке дейінгі елу енді жобалап жақсы өтті. Кешкісін өте кеш жүрдік. Өте кеш 4,5 сағаттай уақыт құртып алдық. Бірнеше уақыт қалып қойдық. Себебі қайта бірінен кейін бірінің тағасы түсіп, оның тағасын салып болам дегенше біз күтеміз. Оны енді болды, енді кеттік дегенде тағы біреудің тағасы түседі. Солай көп уақыт құртып қалдық. Содан кейінде жалпы менің атын сол асфальттың үстінде жүргендіктен жай аяғына уже сыр беріп бастады. Одан кейін енді қорқасың. Соңына дейін барам ба деп уже айтаңыз, сөздің аузында тікелей эфир болғасын хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен, жауап бере кетейік. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Теледидарды өшіріп, телефонға жауап берсеңіз, сонда сізге ыңғайлы болады. Сізді тыңдап тұрмыз. Тікелей эфир болғасын осындай ағаттық болып тұрады. Бұл жерде бір қызығы, айтаңыз, біздер өзіміз бір қалыпты жылдамдықты сақтап отырдық. Айтаңсықтардың тағасы ұшып кеткен уақытта мен шауып келе жатыр, айтаңсыққа қолымды бүйтемін ғой. Екеуміз қол соғыстырамыз дейді. Мен айтам, қалдың ба деймін. Қазір жетіп аламын осаған дейді. Содан бұлар тағасын қағатта, тағы жылдамдығын арттырып бізден өтіп кетеді маған. Давай мағранды қалдың ба дейді. Сол жерде бүткіл командалар айтады ғой, сіздер маңғыстаулықтар қатты ойнайды екенсіздер бір-бірлеріңізден деп. Содан тағы шыққан уақытта тағы бүйтіп бір-бірімізге сөйтіп, сондай қызықты сәттер болды. Ол бір жағынан қолдау бір-бірімізді қолдау. Құрметті көрермен, біздер тікелей эфирдеміз. Бізге төменде көрсетілген байланыс нөмірі арқылы қонақтарға деген сауалдарыңыз болса, немесе ізгі тілектеріңіз болса, жолдасаңыздар болады. Және де YouTube арнамыздың тікелей эфирінен де тамашаласаңыздар болады. Мағжан, сөзіңнің барысында өзің айта кеттің 500 шақырымға ат дайындау туралы. Бұл қарапайым аламан бәйгелерге қарағанда тіптен әлемі бөлек спорт түрі деп айтсақ болады. Жарыс түрі, марафон бәйгесі, үлкен төзімділікті талап етеді. Ал осы жорыққа ат дайындау және ат таңдау қалай келеді осы? Қалай болады осы процессті айта кетсең? Өйткені өзің былтыр суын командасының жаттықтырушысы болған екенсің. Бұл процесс енді өте қиын. Себебі мен 1300-ге Шақырай Торыға шаптым. Ол жерде мен тек шабандоз ретінде барып, шауып өтіп кеттім. Одан кейін екінші жылы Қазақстан осы республикасының чемпионаты болды, ашық көктемгі маусымда. Сол жерде Мұңалғұлам тұлпарын жаратып барып, бақсынап, жүлделі екінші орынға ие болдық. Павлодар қаласында. Сол жерден 5-ке кірген командалармен, сосын күзде 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны болатын болды. Соған дайындалдық. Маңғыстаудың Көкмойнақ командасы. Және сол жерден ұсыныс келді жоғарыдан. 5 қызы шығару керек сондайды.
Соны ұсынысты қабыл алдық. Біздің команданың басшысы Бекенбаев Манап деген ағамыз, жетекшісі Жеткізгенов Еркін және бас бапкер Рәтіп Сейсен. Суын командасы сол жерден құралды. Солай бірлесіп үш ағамыз аттарын дайындады. Сол жерде мен қыздарды шығардым. Ана жан жаққа хабарласып. Мен бұл жерде қыздардың бапкері болдым біріншіден. Сөйтіп 5 қызымыз дайындалды. Бас бапкеріміз Рәтіп Сейсен ағамыз айтады, осындай нелерді, дайындықтарды жасау керек деп. Сол мен бапкер ретінде болдым бұл жерде. Кіші бапкер. Бір жағынан қыздар дайындап, бір жағынан аттар дайындап, бір жағынан мына бетте Көкмойнақ бар, екі команданың ортасында жүрдім. Өзің және Көкмойнақтың шабандозы. Көкмойнақтың шабандозы болдым. Енді ат жарату өте қиын, жорықтың аттарын жарату. Себебі біз 5 километр емес, 50 километр емес, 500 шақырымға шабамыз ғой себебі. Сол себепті айтаңсы қарындасымыз білет, ол жерде майын ішіп, осы жаз бойы сонау теңізге барамыз. Күн 40 градус ысыда 30 километрлеп жүреміз күнде аттар себебі. Ана жорыққа дайындауымыз керек қой, аяқтары талмау үшін. Сондай өзіндік ерекшеліктері бар. Бұл жерде Аламан бәйге 28 шақырым емес. Себебі 500 болғандықтан кейін үлкен белестерден өтіп суға да саламыз, тасқа да саламыз, тауға да саламыз, құмға да саламыз аттарды. Сондай қиындықтар болды. Сол жерден 5 қызымызды дайындап, Суын командасы және Көкмойнақ командасы болып, 2 команда болып аттандық көшпелілер ойнап. Осы ат таңдау дағдысына тоқталайықшы. Жалпы осы жорыққа шабадау деген аттың осы ерекше қасиеттері қандай болады? Қандай бейімділігіне қарап ат таңдалады? Бейімділігіне қарағанда біздер мына үлкен шалдарды тыңдаймыз ғой, ағаларымызды, үлкен шалдарды. Сол кісілер осындай аттар түгел таңдап береді, мына шабат, мына өтеді деген сияқты. Сол жөнінде біздерге береді. Біздер сол аттарды жаймен ары қарай алып кетіп дайындаймыз. Енді оның тұрқы кішкене кішілеу, мына тазағанды дейтін жылқылар бар ғой. Олар кішкене болмайды біздерге. Азма шатыстау будан ретінде. Сондай жылқылар өз-өздеріне жақсы қарайды. Яғни айтқанда будан жылқы төзімді болады. Төзімді болады. Махамбеттің сөзінде де бар, өзінің кесік құлақ тұлпарын айтқан арғымақты көп міндім, садағаң кетсін буданнан деген сөздері бар. Осы орайда Мағжан саған көрерменнің тарапынан сұрақ келіпті. Қайырлы күн, ердің қанаты ат дегендей, Мағжанға сұрағым өзіңнің пырағың іспеттес, дос сырлас қанатым деп санайтын ең алғашқы жақын атың туралы айтып берсеңіз, жалпы аттың ұзаққа шабуы, жүйрік болу бапкерге тікелей байланысты ғой. Сіз ат баптаудағы басты ерекше мән беретін тұсыңыз, кеңесіңіз дейді. Ал керемет сұрақ. Енді мен бала күнімнен 5-6 жасымнан бастап атқа қондым. 7 жасымнан бастап ұлы аламандарға шауып өнер көрсеттім. Осыған дейін әлі додаларға. Осы күнге дейін әлі аттың жалында келатырмын. Осы жасыма дейін неше түрлі ат өтті, енді соның барлығы да жақын, маған бөліп жарығым келмейді. Дегенмен де бір өзіңе жақын, өзіңнің жүрегіңде қалған бір ат болуы мүмкін ғой? Жүрегімде қалған тұлпар әлі де бар, осы Мұңалғыла. Себебі 2-500 шақырымды аяқтап мәресіне жеткізді, екеуінде де. Оның алдында сынақ 200 километрде өткізді. Сол тұлпар өзіме қатты ұнайды, жаныма жақын, сырласымдай. Мұңалғыла туралы айта кетсең, қайдан шыққан? Ол өзіміздің ата-бабамыздан қалған өзіміздің жылқы тұқымы будандастырылып, осындай арнайы бәйгеге дайындалып шығарған тұқымымыз сақталып келген тұлпардың бірі. 2024-тен бастап бағы ашылды ол тұлпардың. Жаныма жақын тұлпардың бірі сол. Өзімнен басқа адамға көп мінгізе бермейді. Мінсе тілі де бөлек ол тұлпардың. Жүргісі де келмейді. Ал өзім мінсем, ол жарықтық елеңдейді деп отырады алдына қарап. Сол жақын тұлпарымның бірі сол. Айтансық, осы сұрақ саған. Өзіңе ең жақын атың туралы айтып берсең. Жалпы енді мен жорықтан бөлек енді марафондарға жалпы ұзақ қашықтықта бәйгелерге шабам ғой. 80-90 километрлерге. Енді 80 осы күздегі 80 километр мен 90 километрден Нұртөбел атты тұлпарым болды. Енді қазір негізгі иесі енді осы Атыраудың адамы Аян деген кісі. Енді
ол атты өзім жалпы 2,5-3 жылдай өзім баптадым. Өзімнің қолымда болды. Енді ат енді адам тілін түсінеді, адаммен сөйлеседі ғой. Менен басқа ешкім жақтырмайды да ол ат. Өзіңді жақсы көріп тұрады, мен кетіп қалсам сұрап тұрады, іздеп тұрады деген сияқты. 80 километр мен 90 километрде 90-да енді бізде қателік болды, әкеміздің қателігі. Енді басын тарт деп содан 7-ші орынға іліктік. Содан аздаған уақыт салып Миялды облысының ұйымдастыруымен азаматтардың 80 километрлік осы марафон бәйгесін өзің ұтқан екенсің, жүлделі осы жеңімпаз болған екенсің. Осы туралы айта кетсең де болады. Атырауда өткен 80 километрде бірінші орын алдым. Және де бірінші орын алғанда екінші келген аттың өзі арақашықтығымыз 28 минут, яғни жарты сағат оздық. Енді аттың өзінің сыры бөлек қой. Нұртөбел несімен ерекше? Өзім жалпы ерекше көрем. Енді қасымда жүрген соң, бірге өзім баптаған соң, өзім үйреткен соң, енді Атырауда қалды сол 80-нен кейін. Қалар кезінде де көз жанары жібермей тұрады да. Әлде де қазірде енді фотосуреттері келеді ғой маған. Көрген кезде де сағынып, қайтып алып келейін ба деген сияқты ой болады. Өте ерекше ат мен үшін. Қимастық сезімі қалай болды қоштасарда тұлпарыңмен? Енді мен кетерде енді жыладым, мойындаймын. Енді басқа жылқылардан қарағанда өзіме ерекше қабылдаған атым ғой. Өзім ерекше көңіл бөлген жылқым болғандықтан енді қимастық болды. Жалпы көрерменнің сұрағының соңында аттың ұзаққа шабуы жүйрік болуы бапкерге тікелей байланысты ғой. Сіздің ат баптаудағы басты ерекше мән беретін тұсыңыз дейді. Өзіңнің ат баптаудағы ерекшеліктерің. Екеуіңіз де осы жас атбегілердің қатарынансыздар. Енді атты ешкім 100% танып білмейді. 50-60% атты дайындасаңыз, ол жүйрік атты ары қарай өзі алып кетеді. Бұл жерде енді ат дейтін мықты ат таңдау керек. Бұл көшеден бір атты тауып алып, мынау жорыққа барады екен деп дайындасаң, есекті қанша сәндесең де ат болмайды дейді ғой. Сол сияқты да ол тұлпар, әр тұлпардың өзінің ерекшелігі бар. Сол ерекше тұлпарды бір таңдап, түріне, түсіне қарап, аяқ бітіміне қарап, ең бастысы мына аяғы сау болу керек аттың. Сіңір тұстары барлығы сау болғаннан кейін сол атты дайындап жарату дейтін енді аттың қасында жүрмесеңіз ол былай сөзбен айтып жеткізу қиын, өте қиын нәрсе атта дейтін. Біріншіден енді ұйқы адамның жауы. Ұйықтамай сол күні түні аттың қасында болып, өзіңе ат дейтін сырласыңдай болып, сәңіп таңертең барғанда ат саған айтып тұру керек қой, түнде мынандай жайттар болды деген сияқты. Соны түсініп біліскенше сол аттың қасында отыру керек. Оны енді сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Аттың қасында жүрген адамдар біледі, өзіңіз сияқты. Енді ат жарату ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүр. Енді өзімнің әкем, арғы әкем, оның ар жақтары түгел бәрі ат қосып жүрген азаматтар. Солардан үйренгенімді білісіп, кеше ғана Ұлытау облысында өнер көрсетіп келдім. Сол жақтан тәжірибе алмасып келіп жатырмын. Жан жақтан. Былай айтқанда оқу жаттығу. Оқу жаттығу былай айтқанда. Соның барлығы маған үлкен тәжірибе. Себебі алдағы уақыттарда да менің ат жаратуыма мысалы ана жақтың бір азмаз әдіс тәжірибесі сол керек болып қалу мүмкін деген сияқты. Сондай нәтижелер. Соның бәрін қосырып, осы ұштастырып бір тұжырымдамаға тоқталасыз яғни. Иә, бұйырса. Сол бәрін ұштастырып, ортадан бір үлкен нәтиже шығаруымыз керек қой бұйырса. Ал айтансақ өзіңнің әлеуметтік желідегі осы посттарыңда осы атқа жем беру туралы айтқан екенсің. Осы ең бірінші аттың жүйрік болуы, ол аттың осы тамағына байланысты екен. Осы аттың тамағы туралы айта кетсең, көріп жатамыз, осы жаңа айтып өткен өзің Нұртөбел тұлпарыңа осы түйенің сүтін, жылқының саумалын беріп жатқан кездеріңде де көп байқаймыз. Осы туралы айта кетсең. Енді бізде қазір аттарға көптеген витаминдер бар ғой. Біздер ең жақсы, ең таза витамин ол саумал,
саумалы, түйенің сүті. Бізде енді қазір екі бие бар, соны біз сауамыз да сол ыссы күйінде атқа кәдімгідей сол шелекпен береміз. Ол ең таза, ең жақсы витамин деп өзім санаймын. Біздің әкеміз енді солай бізге көрсеткен, біз солай істейміз. Және де шынымен де нәтижесін береді сол. Өте керемет. Әсем әнге кезек берейік, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Алдымнан аңғарлар қапта, таулардан орғып өтемін саңғарлар датта. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлғарым арманнан дәмді. Күнемді шабам алдымнан аңғарлар қапта, таулардан орғып өтемін саңғарлар датта. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлғарым арманнан дәмді. Барып көнермін қайғының мынау, önüme қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сай өлігім ау. Önüme қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сай өлігім ау. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің тақырыбымыз өңір шабандоздары ұлы дала жорығында. Осы жылы өңірдің белді шабандоздары Мағжан Абдолұлы мен Айтансық Әлекеқызы Маңғыстаудың осы салт дәстүрімен, яғни айтқан кезде осы басқа өңірлерге шабандоз болып келген. Және де енді кезекті сұрағым осы алдағы уақыттағы жоспарларың туралы айта кетсеңдер. Алдағы уақытта жоспар деген енді осы күзде президенттің кубогы болады. Алдағы 500 километрлік тағы ұлы дала жорығы. Сол жорыққа суын командасына рұқсат берсе шығуға. Біздер дайынбыз. Манап, Сейсен ағаларымыздың аттары дайын тұр. 5 ат болса, оларда 8 ат дайын тұр. Қазіргі таңда сояқ. Сол жарысқа ар жақтан рұқсат беретін болса, біздің қыздарымыз да дайын тұр.
шабамыз деп тұрған. Сол бұйырса рұқсат келсе соған дайындалып, сол жерде жақсы қыздар командасымен жақсы нәтиже көрсетеміз деген ойдамыз. Одан қала берді Көкмойнақ командасы бар. Оған да аттарымыз дайын тұр. Біздерде қай неге шақырса да келсе береміз, атымыз дайын себебі. Талдамайсыздар, таңдамайсыздар. Алдағы уақытта содан ары қарай енді жақсы нәтиже көрсетсек, карьера дейді ғой енді, ары қарай мансап қуа береміз енді ары қарай. Бір ұлы шыңға жетуіміз керек. Бұл біздің шың емес, әлде де бағындырар белестер көп. Айтаңыз, осы алдағы уақыттағы өзіңнің жоспарыңды айта кетсең. Біз енді алдыңғы жылы Суын командасы бірінші рет шығып, үздік 5-ке іліндік. Енді осы жылы өкінішке орай шыға алмадық, бірақ осы күзде бұйырса шығатын болсақ, енді бас жүлдені аламыз ба деген ой бар. Бұйырса сол үздік 5-тің бірі болады шығарымыз. Себебі енді бірінші рет шыққанның өзінде үздік 5-ке іліндік. Жалпы осы көрерменнен сұрақ келген екен, Шығыс Қазақстан командасына өз орныңызды табу қиын болған жоқ па? Не дегенмен қыз баласына 500 шақырым шабу оңай емес дейді. Осы тарапты мен де айта кетейін. Айтаңыз, осы өңірімізге белгілі дәстүрлі әншілердің, осы дәстүрлі мәдениетті жалғастырушылардың жастар қатарынан, және де осы домбыраны ұстап жүрген нәзік қолмен, аттың жүгенін ұстап тізгінімен арпалысу қыз баласына қиын емес пе? Жалпы негізі енді кішкентайымнан 4-5 жасымнан бастап атқа мінемін. Енді әкем атбегі болғандықтан өзіме де енді кішкентайымнан көзімді ашқалы енді ат көріп келе жатырмын ғой. Енді атты жақсы көретіндіктен енді кішкентайымнан ат баптаймыз, кішкентайымыздан аттың қасында өскенбіз. Жалпы негізі қыз балаға қиын, бала ер балдарға оңай деп өйтіп бөліп керек емес, себебі әрқайсымыз бір енді қазақ болғандықтан біз енді рухты адамдарымыз ғой. Кезіндегі қазақтың анасы да, баласы да, отағасы да осы аттың үстіне қонған болатын. Осы жалпы сөздер бар ғой, қазақ түйенің қомында, аттың жалында өскен деп. Қазіргі осы жас атқа қызығатын жас өрен, жас қыздарға қандай кеңес берер едің? Өзің осы үлкен апалары ретінде, аттың үстіне қонған ару ретінде. Енді кеңес болғанда өзімде әлі тәжірибе алып жатырмын ғой. Енді барынша атты сүйсіну керек, аттың тілін білу керек деген сияқты. Аттың қасында жүру керек, атпен бірге енді уақыт өткізіп, Жалпы қазіргі қоғам дерті осы ұялы телефон, ол қоғами осы ахуал қасіреттердің бірі. Осы тұста Мағжан осы белді Маңғыстаудың шабандозы ретінде қазіргі жас балаларға қандай ақыл кеңес айтасың? Осы ақыл кеңесіңнің шет жағасын кешегі ұлы дала жорығындағы берген сұхбаттарыңнан да байқап қалдық. Ақыл кеңес ретінде айтарым енді қазіргі ұялы телефон ғой, қазіргі балдарға жаңадан шыққан неше түрлі ойындар бар. Солардың бәріне кірмей, осы аттың жалы атанның қомында өскен деп айтады ғой қазақ. Сол аттың үстінде өтсе екен деп мен айтам жас балдарға. Әлі күнге дейін көрген балдарыма бәріне тәлім тәрбие ретінде келің бізге атқа мінің деп шақырып қасыма шамам келгенше үйретіп те жатырмын осы балдарға. Осы айтаңыз қарындасымыздың үйінде бірнеше бала тәрбиеленеді қазіргі таңда осы ат жөнінде. Сол енді қазір көзден қалып жатыр көп бала. Араласудан да қалып жатыр. Сол жерде мысалы ат дейтін, бұрын қазақ дейтін момын баланы, жуас баланы атқа мінгізіп тәрбиелеген. Ат дейтін жігерлендіріп, батыр қылып шығарады. Тектілік және жанкешті болады. Тентек балдарды қойға салып қойған. Қой сияқты момын болып жуас болсын деп. Ол ар жақта ата-бабадан келатқан салт дәстүр болғаннан кейін аталарымыз бәрін білген, зерттеген. Сол себепті мен де осы жас балдарға айтарым сол. Сосын және бір айта кетерім, былтыр біз Суын командасымен шықтық қой жорыққа. Қыздар командасы болғаннан кейін биыл дейтін сол былтырдан бері қарай бір жылдың ішінде Маңғыстауда қаншама қыз шықты атқа мінетін. Қазіргі таңда да осы біздің қораға келіп атқа мінетін қыздар өте көп. Соған бір риза болам. Біздің мына ер балдарымыздан гөрі қыз балдарымыз көбірек атқа ат құмарлығы мықты да. Сондай енді алдағы уақытта қыз балдарынан сайыс өтетін болса, Маңғыстаудан бірнеше команда шығады деген ойдамын. Себебі небір қыздардың бәрі Маңғыстауда екен. Бәрі шығып атқа мініп. Суын командасы тек қала бер Маңғыстау емес, бүткіл Қазақстанда үлгі тұтып көбейген екен қыздарды. Менің бір байқау өткенім.
осы салада. Ал осы ең ұлы, осы ауыр кінәмшіл жол, аттың жолы, ең ауыр жол. Жалпы осы жолға өздеріңіздің белгілі бір ұстаздарыңыз бар. Осы жолға әкелген. Жалпы осы орайда өзіңіздің үлгі тұтатын ат белгілеріңізді айта кетсеңіздер. Осы орайда айта кетсем, менің әкемнің ағасы Мұқырбаев Бұғабай, өзімнің әкем, бала күнімнен енді ес білгелі сол кісінің қасында өмірім өтті осы күнге дейін. Оған қуанышпен айтам, себебі бала күнімнен атқа мінгізіп, осындай дәрежеге жеткізген сол кісінің арқасы. Себебі аттың қыр-сырын күндіз түні сол кісінің қасында өтіп, бірнеше осыған дейін танымал бірнеше бәйгені сол кісінің аттарымен сөйтіп, сол кісі елдің атын ер шығарар дейді ғой. Сол кісі менің атымды шығарған сол кісіні үлгі тұтам. Осындай ағаларымыз, әкелеріміз көп болса, небір жігіттер де шығады ғой қазақта. Ол кісіні үлгі тұтатын себебім, жаңағыдай атты жақсылап дайындап, біздерге беріп, ел ортасына апарып, атты дайындап қана қоймай, елмен араласу жағын, халықпен, адаммен сыйласу жағында үйретіп, аттың жанында жүрсең, негізі ат дейтін тұнып тұрған тәрбие ғой, былайынша айтқанда, қазақилықтың бәрі. Одан қала берді, қазіргі таңда бапкер болып жүрген Рәтіп Сейсен ағамыз бар, Бекенбаев Манап, солармен үлгі тұтам. Ең бастысы, ұстаздан шәкірт озар дейді ғой. Сол Бұғабай дейтін папам айтам ғой, ұстаздан шәкірт озар, енді алдағы уақытта озып кетсең, сенің озғаның керек маған. Сен озып үлкен жоғары жақтан көрінсең, мен қуанам дейді, маған үлкен мәртебе дейді. Осы дәрежеге жеткенім сол кісінің арқасы. Өте керемет. Ал айтансық? Енді мен үлгі тұтатын енді әкем ғой. Кішкентайымнан осы аттың құлағында өсірген, аттың жанында өсірген, атты баптау жағын, қалай дұрыс емес барлық жағын үйреткен осы әкем. Енді әкемнің арқасында осындай үлкен дәрежеге жетіп отырмын. Суын командасына да осы әкемнің арқасында осы суын командасына іліндім. Шығыс Қазақстанға да осылай әкемнің арқасында қойылып. Енді әкеме мың алғыс, осындай дәрежеге жеткізген. Бұйырса енді әкемнің ең қазіргі таңдағы мақсаты мен арманы осы енді. Айтаңсығым бір енді осы жазда машина ұтып берсе дейді. Көлік ұтып берсе, бәйгілерден, бас бәйгесін ұтып, додаларды жарып. Бұйырса иншаллах енді әкемнің сөзін жерге тастамай енді осы көлік ұту менің бар мақсат арманым осы болып тұр. Ал Мағжан, сенің мақсатыңмен бөлісе кетсек? Бар мақсатым енді осы жылы барып, күздегі президенттің кубогы болады ғой. Сол кубокты ұтып Маңғыстауға алып келсем деген мақсатым сол. Ол дейтін енді үлкен дода ғой. Мына жерде жан-жақтың Қазақстан, бүткіл облыстан қатысады, себебі сол жерден бір ортаға шығып, өз-өзімізді дәлелдеп, осы Маңғыстауға сол кубокты алып келсем, сол үлкен мақсаттың бір орындалғаны болады. Жалпы осы бастапқы, осы жорықтың бастапқы кезеңдерінде Маңғыстау алдыңғы топта жақсы нәтижелермен көрінген болатын. Осы биылғы қазіргі кезде осы ол бап шаба ма дейді. Жалпы осы жеңіске жетелейтін үлкен өздерінің тәжірибелерінде кездескен жеңіске жетелейтін жолдарды бөліссеңдер. Жеңіске жетелейтін жолдардың бірі команда болып шыққаннан кейін ең бірінші ауызбіршілік болу керек. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді ғой. Ауызбіршілік болса жеңіс те болады. Бап шаба ма дейді. Енді ол да бір жолдың келеңсіз жайттары болады. Біздің енді атымыз осындай жерге шөл далаға үйренген. Бұл жақ тау, тас, сондай жеріне. Біздің бір кемшілік тұсымыз таға жөнінде кемшілік, шегелеріміз әлсіз болады. Тағамыз ұшатта, атымыздың табаны жұқарып кетеді. Асфальттың үстімен шауып. Асфальт енді қажап ұстағаннан кейін. Содан кейін көп атымыз сөйтіп пайдаға аспай қалып жатады. Бұл жерде жеңіске жетелейтін жол енді ауызбіршілік, және ат мықты болса, барлық жағынан қамтамасыз етіліп, әдемі болса, бұл жерде бас бәйге аламыз да қоямыз.
белгілі марафондардың жеңімпазы ретінде және де былтырғы 5-ші көшпенділер ойынның осы жүлдегері ретінде осы жеңіске жетелейтін жол туралы өзің бір баяндап өтсең айтансың. Енді Мағжан айтып отқандай шынымен де ауызбіршілік керек. Ол жерде енді келіспеушіліктер болады бізде арамызда, енді сәл жанжалдар болады. Енді ол жерде тек бәріміздің басымыз бірігу керек, бәріміз бір-бірімізді түсінуіміз керек, тренердің айтқанымен жүру керек деген сияқты. Шынымен де солай. Және де аттың енді біз енді шабандоз болғандықтан енді ат дайын күйде келеді. Біз сол дайын атқа мінеміз ғой енді. Аттың тілін түсіне білу керек. Атпен енді бірге аттың үстінде мінген соң және де сонымен 500 километр шабатын болғандықтан енді аттың тілін түсіну керек, қасында жүру керек деген сияқты. Енді жеңіске жетелейтін осы жолдар ғой. Ат мықты болу керек. Өте керемет. Осы қазіргі жаңа өзіңде сөз басында айта кеттің, телефон үлкен қасіреттің бірі деп. Қазіргі осы жас балаларға ақыл кеңесіңді де айта кеттің. Дегенменен осы сенің тарапыңнан осы қандай көмектер бар жас балалардың атқа қызығушылығын арттыратын? Арттыратын көмектер, мен осы Сайын Шапағатов елді мекенінде аттар дайындаймын. Сол жерге келіп, жас балалар келіп атты мініп, сөйтіп үйренсе, біз сол жағынан көмектесе аламыз. Яғни енді нөлден бастап үйрете аламыз деп айта алмаймыз. Себебі біздің аттар қыс бойы жемін шөбін жеп тұрған, витамин жеп тұрған аттар, ойнайды, секіреді. Былай енді бір 2-3 мінген балдар болса, үйретіп ары қарай алып кетуге бізде көмек, қол ашық. Кейбір кездерде бізде атқа мінетін адам да таба алмай қаламыз. Сондай кездерде жақсы. Мына енді ат жаратқаннан гөрі адам жаратқан қиынырақ қой. Осы 5 қызды дайындадық. 5 қызды дайындағанда 5 қыздың 5 түрлі шаруалары болады. Сол кездерде 5 түрлі мінезі болады, иә. Сол уақыттарда жаңағы атқа мінетін адам таба алмай қаламыз, былай келмей қалғанда. Сол кездерде мысалы келіп үйренген балдар көп болды былтыр жазда. Биыл күзде де, не бір қыста да шығып атқан шәкірттер өте көп. Сол балдар ойыстып, өзіміз сияқты, айтаңсық сияқты ұлы дала жорығында, одан қала берді, былай марафон 100 километр бәйгелерде топ жарса бізге үлкен қуаныш қой ол дейтін. Осы жалпы қазақ, жаңада сөздің басында айта кеттік, жылқы тектес халық, және де осы жылқы қазақ үшін өте өзінің алатын орасан зор орны бар. Жалпы бұл жерде бәйге болғасын жерде, бәйге деген жалпы ат деген, жылқы деген ұғым, үлкен адреналин бұл жерде біріншіден, екіншіден бұл білім, бұл жерде ілім, бұл тереңіне ешкім бойламаған, әлі жете алмаған ұғым, білім, ғылым, және де осы ұлттық тәрбие, ұлттық тағзым, ұлтқа деген қызмет, осы яғни осы бірінші осындай кішкентай ғана балалардың осы атқа деген қызығушылығынан басталады. Өйткені айтқан себебім, аттың жалын тартып, атты бағындыра білген адам өмірдің жігітшең кезеңінде, соқпалы кезеңдерден еш қиналмай өтеді. Сіздерге келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамын. Алдағы уақыттарда сіздерге осы ұлы жолда жалпы сәттілік тілеймін. Аттарыңыз шаба берсін, тақымдарыңыз талмасын. Құрметті көрермен, сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кезекте кездескенше.